Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінде Жамбыл облысы жастарының жұмыспен қамту мәселелері тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Онда жыл сайын жоғарғы оқу орнын бітірген мыңдаған жас мамандардың тиісті жұмысқа орналасуы жайы талқыланды. Басқосуда облыс әкімдігінің жастар саясаты басқармасы мен университеттің тәрбие және жұмысқа орналастыру бөлімі, сондай-ақ жастар зерттеу қоғамдық жастар ұйымы ұйымдастырып отыр. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Қазақстанда жас мөлшері 14-тен 29-ға дейінгі адамдар жастар қатарына жатқызылады. Бүгінгі таңда жастар ел халқының 30%-ын құрап, қоғамның маңызды бөлігін айналып отыр. Осыған сәйкес жас мамандарды жұмыспен қамту мәселесі күн тәртібінде тұрған өзекті мәселелердің бірі. Университет ұжымы оқу орнын бітірген жас мамандарды жұмыспен қамту мақсатында көптеген іс-шаралар өткізуде. Соның нәтижесінде былтырғы жылы оқу бітірген 11 мың студенттің 87%-і жұмыспен қамтылған. Ал биылғы 12 мың түлектің 10 мыңы тиісті жұмыс орнына қол жеткізген. Осы мақсатта былтырғы жылдан бастап университет құрылымына өзгерістер енгізіліп, тәрбие және жұмысқа орналастыру бөлімі ашылған болатын. Біз осы бір жылдай қызмет атқару барысында бірталай іс-шаралар жасадық. Оны атап айтатын болсақ, жұмысқа орналастыру жөнінен біз университет бітірушілерінің базасын дайындадық. Ол базада тегі, аты жөндері толық көрсетілген. Ол қай мамандықты бітіруші және оның мекен жайы, байланыс телефоны барлығы көрсетілген. Бүгінде жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейін төмендету мақсатында түрлі қоғамдық ұйымдар мен әлеуметтік желілер жұмыс істеуде. Солардың бірі Мүмкін KZ әлеуметтік желісі. Бұл интернет компаниясы қазақстандық жастар мен жұмыс берушілер арасындағы байланысты нығайтып, жұмысқа орналасуын жеделдетуге көмектеседі. Әлеуметтік желі болғаннан кейін әрбір адам өз еркімен бұған тіркеліп, тіркелген бетте белгілі бір түрде резюме толтырады. Сол резюме арқылы ол әрбір берілген вакансияларға өзінің резюмесін көрсете алады. Сол желіден шықпай, сол жерде жазбаша түрде және онлайн режимде сұхбаттасуға болады. Бірден интервью істеп жұмысқа тұруға болады. Жиында бітіруші студенттер сала мамандарына көкейдегі сан сауалдарын қойып, жұмыс табудың мәселелерін көтерді. Сонымен қатар студенттер мен жастарды жан-жақты қолдауға негізделген мекемелер мен қоғамдық ұйымдар арасында өзара байланыс орнатылды. Сәбит Әлдебай, Өміртай Ыбырай, жаңалықтар қызметі.